И вот что произошло с нашим пенопластом ровно через сутки. Келің, сізге осы видеода не болып атқанлығын түсіндіріп беремін. Бірінші нәубетте, сіздің организміңіз, яғни сіздің асқазаныңыз бұл пенопласт емес. Пенопласт hamde омега-3-дің химиялық табиғаты бір-біріне сәйкес келмейді. Пенопласт бұл полимер сынжырлардан құралған полистирол болып есептелінеді. Ал омега-3 бұл май кислотасы болып есептелінеді. Екеуінен бір-бірімен реакцияға кіріскенде ішіндегі хауа сыртқа шығып, пенопласт жемірілгенге ұқсайды. Ал бұл реакция омега-3-дің, яғни май өнімінің қаншалықты сапалы екенлігінен дерек береді. Яғни үйдегі қалеген бір майлы өнім менен пенопластты бір-біріне реакция қылып көрсеңіз, осы көрініс пайда бола береді. Ал бұл омега-3-дің сапасының жақсы екенлігінен дерек береді. Омега-3 сіздің ми клеткаларыңыздың жақсы рауажлануына, көру өткірлігінің жақсылануына, тері қапламының жасаруына, hamde жақсығына иммуномодулятор сипатында сізге көмек береді. Мир аптекамызға келіп, қалеген түрдегі омега өнімін сатып алсаңыз болады.